Мынаны бір көрсетіп қояйық. Міне отты жақтым. Көрініп тұр ғой, иә. Енді қанша отын салғанымды көрсете аламын ба, көрсете алмайтын шығармын. Бұны өзі толық көп жерде айтпайды, әйтеуір үстіне шашлык салғанын көрсетеді, тауық салғанын көрсетеді, болды. Бұның мысалы жаққан кезде міне осылай бір кішкене отынбенен жағып алу керек. Енді жақсылап жанатындай қылдырыпшы. Бір 10 минут, 15 минут. Мынау бір асты бір шоқтанып алғаннан кейін барып тағы да отын салу керекші. Қазір тағы да саламыз. Одан кейін міндетті түрде бұл мынандай бір табақ керек астына. Тауықтың астына ілінеді бұл. Мысалы мынауменен күрчокпенен былай іліп қою керекші. Мынаған картошке, күріш салуға болады. Бірақ бұл міндетті түрде, неге десеңіз, мына жерде мысалы тауық тұрады ғой. Тауықтан май тамшылайды. Шашлыктан да, еттен де май тамшылайды ғой. Ол май ана отты өшіріп тастайды. Не болмаса ана майдан ана от жанып етті күйдіріп тастайды. Сол себепті астына сондай зат қою керек. Оны көп жерде айтпайды. Әйтеуір түсіре салады, болды. Тіпті вообще соны айтқанын көрген жоқпын мен әлі. Қаншама ютубтың несін көрдім. Соны бір айтып жатқан көрмеппін. Сондай әңгімесі бар. Сосын кейін мынаның бетін жапқан кезде дұрыстап нығыздап тұрып жабу керек. Мына мысалы жаны қандай қалыңдығы. Төбесінде солай жабу керекші. Салып болған сон. Ет салған сон. Және де астын жабады. Ет салып болғаннан астын жабады. Қазір жанып болған шақырындап кішкене ары бері қозғап тұру керек. Осындай.